Найзағай романы 8 бөлім. Текештің жандаралы, жандармның майоры келе жатқан отрядтың командирі Атамановтың өзінен бұрын бұйрықтары жетіп жатты. Кешке таман мен барған кезде бейсауат жүрген бірде-бір жан көзіме көрінбесін. Бірде-бір ит үруші болмасын. Егер кімде-кімнің иті үре қалса, өзіне 50 қамшы, әйеліне 30 қамшы, итіне 10 қамшы дүре салсын деген жарлық етіп, жұрттың үрейін бір тарының қаузына, иттерін үйдің ішіне таудағы қораның түбіне қуып тыққан еді. Бүгін өздері түсетін үйді ауылдан аулаққа көк шалғынның үстіне тігілсін деп бұйырыпты. Мұның бәрі Мәдидің жасанды жарлығы екен ешкім сезген жоқ. Бейтаныс біреулер шапқыншы болып келетті, жар салып жарлығын айта сала шапқылаған күйі қайта кетеді. Ойлауға қырса орындауға, әсіресе әміршінің әмірін бұлжытпай орындауға жүйрік жұрттың иттері тұмшаланып тұтқындалды да Текештің үш үйі қорасан қонғандай аулаққа, тоғай іргесіндегі көкорай шалғынға барып тігілді. Атамановтың аяғы жерге тиісімен аузын асқа тигізу үшін сойылған бағланың еті балқып, қымыздан жасалған арақтың алды шөлмектерге құйыла бастады. Оның шебері Текештің сотқар інісі Сәрсек пен өзінің бәйбішесі Шарапат. Олар қазан-қазан қымызды қайнатып буға айналдыратын. Ол бу қазанның қақпағына арнайы орнатылған түтігі арқылы ағып барып қайтадан суға айналатын да екінші қазанға тамшылайтын. Сол тамшылаған су уға айналып спирт болып шығатын. Бәйбішесі мен інісінің шариғатқа қайшы келетін бұл өнерін Текеш білсе де білмеген сейтін. Өйткені ол Құдайдың үйіне барып қайтқан қажы ғой. Қажы бола тұра ондай күнәкар әйелдің қасында жатудың өзі кешілмейтін күнә ғой. Басқасы не болса ол болсын, өзінің жандаралы Атамановтың жарлығы орындалды. Әрге тіресе үш үйдің үшеуі де тігілді, үш үйдің де дүниесі жиналып үлгерді. Көз тартатын бұйымдардың сандықта жатқандар да аша бақандарға ілініп үйдің іші жайнаған сайын Текештің жаны жадырай түсті. Мастай масаттанған ол үш үйінің бірде-біріне сыймай аулақта көк шалғында жатқан қызыл кілемнің үстіне аунай бере түнере қалып сылқ етті. Өйткені батыс жақтан суық жүрісті екі адам келе жатты. Апырай, жандаралға арыз айтушылар көбейіп ауылды басып кетер ме екен? Соның несіне жандарал деді ме екен? Өзімді кәмпиту үшін солай күмпілдедім-ау. Оны сылқ еткізген ғой осы. Жолаушылардың жүрістері тым суыт, сірә сырттан қанық болу керек. Қалың ауылға соқпастан осы үйлерге қарай түке тартып келеді. Олар Мәди мен Қанаш еді. Досымнан дұшпаным көп қылған өсектеп, Мәдидің өзі қанша зарланса да, оның тілеулес достары қаладан да даладан да мол табылатын. Олардың Шарапаты қарлығаштың қанатынан тамшылаған тамшыдай, бірақ Мәди үшін шалқыған теңіздей. Сол достығының Шарапаты теңіздей көрінетіндердің бірі өзінің бір кездегі ұстазы Демен дейтін орыс. Оның Ояз кеңсесінде кеңесші болып істейтін баласы бар. Ояз тарапынан Мәдиге қарсы қандай қастандық әзірленіп жатқан сол баласы арқылы білетінде, білгендерін өзінің Мағау дейтін көршісіне, ол көршісі ел ішіндегі тілеулестер арқылы Мәдиге жеткізетін. Бірмен бірі жалғасып, Шарапат шапағын қаланың қақ ортасынан даланың қиыр шетіне дейін шашып жатқан сол достар еді. Атамановтың қаладан шыға салып келе жатқан лаңын жеткізіп, Мәдиде Абайдың жаназасына бара жатқан бетінен кері қайтарған да сол достары болатын. Олар тек бұл лаңның отын алғаш тұтатушы Текеш екенін ғана білмейтін. Мырзалар, мен айтты демеңіздер, тірі жанға сездірмей Атаманов мырзаның өзіне ғана сыбырлаңыздар. Мәдиде қолға оңай түсірудің жолын таптым. Біздің елде Кәріпжан дейтін бар, соның Самал дейтін қызы Мәдидің сөз байласқан қалыңдығы көрінеді. Егер біздің Атаманов мырза сол қызды кепілге ұстап, тұтқындаса, Мәдидің өзі келіп берілетіні сөзсіз. Текештің бұл сұмдығы Атамановтың құлқынын ашып жіберді. Ол Мәдимен байланысың бар деген сылтаумен талайларды тұтқындап, талайлардың қалтасын қақты. Бірақ Самалдан басқасы пара алудың сылтау екен, кешке қамалға таңның атуына қалған бірі жоқ. Не өзінің көз жасы, не ағалардың төккен ақшасы Атамановты жібіте алмай, жылай-жылай кете берген тек Самал ғана. Мәдидің жанын жаралап ашындырған Атамановтың осы қылығы. Қазір оның неден болса да тайынатын түрі жоқ. Атамановтың бүгін осы елге келетінін де, келе жасақтарын молайтып алып, Жолшыбайға елге салып келген лаңын бұл елге де салып үдете түсетінін де біледі. Екеуінің де түн қатқан қабақтары қатыңқы. Қабақтың сырын көрсеткісі келмегендей, Мәди көзіне сол заманның мырзалары сән үшін киетін алтын сырғалы көз әйнегін киіпті. Оның алыстан жалт-жұлт еткен сәулесін өзі де сезіп келеді.
Ол басқаның көзін алтынмен алдап, шынысымен бүркеп тұрған көзін жан жағына еркін тастап, алдағы кеште болатын айқасқа керекті жерлерді сайлап алып, ойына байлап келеді. Үйлер айқасқа қолайлы жерге тігілген екен. Енді қотоғайға жасырынған бір жан болмасын. Егер ондайлар біліне қалса, кім екені сұралмастан атылады деген жарлық керек екен деді ішінен. Текеш олардың осал жандар емес екенін алыстан ақ бұл елдің ең байлары ғана киетін сәнді киімдерінен, қысыр жыландай жарау аттарынан таныған еді. Олардың алдында өзінің ірілігін көрсеткісі келіп те, маңғаздана түсіп бәйбішесі мен тоқалдарына зірк-зірк етіп әмір ете бастады. Үй іргесі аударылмағандықтан бие желісі алыста қалғанды. Сол алыс желіден шелек-шелек сүт көтеріп, шұбап келе жатқан биешілерге де жағалай зіркіл қақты. Мәди оның бәрін алыстан естіп келеді. Әдейі солар көрсін, естісін дейтін болу керек. Текештің келі жандайысы да, кердең дауысы да кесек. Ол атынан түсе қолып кеудесіне қойып сәлем бере жақындаған Мәдилерге де бір иығынан мұрнын шүйіре қарап еді. Сұғанақ көзі Мәдидің көзіндегі алтын әйнекке түсіп қылмия қалды. Көзі көзілдіріктен төмен жалжып, төс қалтадағы сағаттың алқаланы салбырап тұрған алтын бауына түсіп еді. Жаңағы кесел кердендігінен түк қалған жоқ. «Уағалейкум әссәләм» деген дауысы да мүлдем жылмиып шықты. Мәдидің қолын босатпастан үңіле қарап, мырзалар, танымадық. Жол сұрамақ бізден болсын» деді. «Құдай жолын сілтемек сізден болсын. Біздер сонау Қараөткелге қарайтын Нұраның өр басындағы елдің азаматтарымыз. Алыс елдің мырзасы екендеріңді ат сабылтқан жүрістерінен көріп отырмын. Жолдарың болсын. Іздегендерің Құдайдың қандай жолы? Іздегеніміз кектің жолы». Текеш аңырап қалды. «Бұл менің естімеген сөзім. Құдайдан көмек сұрайтындай үлкен кектерің кімде кеткен еді? Қаракесектің бір қарақшысы жан көрмеген қорлықты көрсетіп, төсегімді ойраңдап, намысымды қордай кетті. Соның үстінен арыз еткелі осы дуаның оязына кетіп барам». Текеш 2000 жылқы бітсе де, Мәдидің киімінде киімді өмірінде киіп, оның көк дауылындай сұлу атты өмірінде мініп көрген еместі. Сол дүниелерге көзінің құртын бір тойдырып алғысы келгендей телміре қарап аз отырды. «Басқаңды кейін айтарсың, алдымен төсегімді ойраңдап кет деген сөзіңнің мәнісін түсіндірші, мырзам» деді. «Текеш қажы дейтін дуалы ауызды қажы бар деген даңқыңызды өз елімнің Есімтай дейтін қажысынан естіген едім. Шынды кімді болса да шыңғыртады ғой». Мәди соны айтқан кезде Текештің жаны шыр етіп, қаны қаша қалды. «Есімтай» деген даусы да зорға шықты. Текештің қажылығында шикілік барын Есімтай дейтін қажы білетін Мәди осы сапар Сармантай елінен сырттай ғана естігенді. Текешті салғаннан бұқтырып алғысы келіп, сол естігендерін көзбен көргендей осы арада айтып салып еді. Текеш өзінің Меккеге бармастан Стамбулдан ғана қайтқан жалған қажы екен Мәди дәл басса да сыры сездірмеуге тырысып. Біздің елдің мен аттас біреуін Стамбулдың көшесінен тауып алып, түйесіне мінгестіріп қайтқан Есімтай дейтін өтірікші қажы бар еді. Сенің айтып отырған сол екен ғой. Қалай ол Суайт қажыларының үй іші бала шағасы тегіс аман ба? Тегіс аман. Маған сіздің дуалы ауыз екеніңізді айтып, атаңызды ала кетуді тапсырған сол Суайт қажы еді. Сендей абзал жандарға менің батам әрқашанда әзір деп қампия қалды. Сіздің батаңыз әзір болса, менің айтар арызымда, ақтарар сырымда әзір. Сол батаңыз үшін бәрінде жасырмай айтам, ол үшін жалғыз-ақ шартым бар. Қашан сол жауымның кегімді алғанша бұл сырымды шашпайсыз. Егер ол қолыңыздан келмесе, обалма қалмаңыз, менің сырымды білмеген күйіңізде қалыңыз. Бір бұл сапарда ғана емес, әрқашанда жолың болсын інішегім. Сол іздеген Текеш қажың менмін. Не тілесең бәрі де қабыл болсын. Аллаху акбар деп екі алақан қатар жайып бетін бір сипатты. Сонша жерден кегіздеп екінші дуаның оязына дейін шапқандай ауыр күн туса, бар тілегіңді тілермін. Сырың сыртқа шашыла қоймас. Айта бер. Алла атымен ант етесіз бе? Ақ жолдан Алланың атында аяғын емеспін. Онда айтайын. 7 болыс елден таңдап 7 үйір қысырақты бір күнде матап беріп алған, өмірінде өзімнен басқа жан сүймеген зайыбымды ұрлап кетті. Кім? Кім? Деді Текеш үрейлі дауыспен. Осы елдің бір қарақшысы. Абырмауа, мынау Мәдидің қимылы ғой. О жасаған, о заманда бұл заман қатын ұрлағанды бізден басқа кім көрген? Қатыныңды қатын етіп өзіңді тіріде жерлеген ол жауының кім екенін білесің бе? Білмесең мен айтайын, мырза, ол Бәпидің Мәдиі. Мұндай қимыл онан басқаның қолдан келмейді. Абырай, тақсырмай. Қажы болғанда жай қажы емес, көріпкелі бар нағыз әулиенің өзі екенсіз ғой.
Өзімнің де нысанаға алып кезегенім сол, өз елімнің болысының қолын қойып, мөрін басып тұрып, осы дуаның оязы мен сол қарақшының болыс ағасы Қақабай мырзаға жазған мынандай қағазы да бар. Құдайдың өзінен жасырмаған сырымды Алланың елшісі сізден несіне жасырайын? Қаракесектің достығы мен қастандығына ортақ әділ биінің бірісіз ғой. Сізде танысыңыз деп Мәди ішкі төс қалтасынан ұқыпты бүктелген 2 тарақ қағаз алып беріп еді. Текеш оның орыс тілінде жазылған қайтарып берді, екіншісін оқып беріп жағасын ұстады. Астапыралла, мынау ел құлағы естімеген сұмдық екен. Ақыр заман боларда дүниеге түрлі бәле толғай дегеніміз осы болар. Осы болса көмектесіңіз. Көмекті менен сұрамастан алатын болдың. Мырза, қуана бер. Эйләхи әмин, қалай? Көктен тілегенің жерден табылды. Әмин, қалай? Деп қанашта сұрап, қуанғаны осы арада бір көрсетіп қалды. Сол Мәдиді ұстау үшін арнайы шыққан жандарал бүгін осы ауылға келеді. Жалғыз ба? Жоқ, қасына ерген бір өзім маңды қырба салатын 6 солдаты бар. Оның Мәдиді өз елінен іздемей мұнда келгені қалай, әлде Мәдидің елі осы ма? Жоқ, оның елі бұл емес. Бірақ оның мекендеген жері менің осы маңайдағы аюлы дейтін тауғымда. Ең өшіккен жау өзім. Сонша өшіккенде сіз не жазған едіңіз? Қақабай мен Түнекбайдың жесір дауына билік айтқан едім. Сол билігім оны сүйген қызынан айырған еді. Онда сізге өшігетін жөні бар екен. Қайтауда екен білсеңіздер, оны қолға неге түсірмейсіздер? Оның бекінген тауды өз сияқты маңайлатпайтын тажал, алдырмайтын қамал. Ол таудың ішінде аю, жолбарыс сияқты аңдар ғана ұялап, сол Мәди сияқты жанкештілер ғана паналайтын жолбарыс құзы дейтін жыныс қарағайлы құзы бар. Бір тайпы елсейіп кететін бір сол құзға баратын жалғыз-ақ жол бар. Оның өзі де біздің үлкен үйдің қақпасынан кең емес. Таптар бірдеңе, жан-жағы жан баспайтын жақпар тас. Сол құз көрінет, қыз алып қашқандардың барып паналайтын жері. Өздері қазір бір тайпы ел болған секілді. Бір сіздің емес, осы іргелес жатқан 2 губерниядағы жүйрік ат, сұлу қатындардың бәрі сол құздағы қарақшылардың қолында көрінеді. Сіздің зайыбыңыз да соның ішінде болар. Бүгін осы ауылға келетін әскер ертең жасағын молайтып алады да сол аюлы тауына аттанады. Иншалла, біздің жуан сары тамыр аман болса, Мәдидің жаназасы шығарда зайыбыңыз өзіңізді келіп құшар. Сол үшін Аллаға бір құлшылық етіп қояйық деп Текеш безеу басқан бұжыр бетінің тағы бір сипатта. О, жасаған, жалған болса оны айтушының өзін Мәдидің қолына түсір деді күрсіне сөйлеп. О, жуан сары тамырыңыз кім еді? Осы келе жатқан әскердің командирі. Ол жай командир болса да біздің Қарқаралының жандаралы. Сондықтан оны өзіміз жандарал дейміз. Осы сөзіңіз үшін Құдай тағала өзіңізді жазаламас па екен деп Мәди күле қарап еді. Текештің қабағы түйіле қалды. Ағат болса кешіріңіз, білмеген ұшы еді ғой. Білмеген соң сұрап едім. Жоқ, ағат емес. Мәдиге деген ашуым адастырып, ағат басқан өзім. Я Алла, өзің кешіре көр деп бетін тағы бір сипатта келе жатқан Шарапатқа көзі түсіп қайтадан көмпие қалды. Кербездіктің бар түрін көрсете гүл-гүл жайнап, Шарапат келе жатыр. Тақсырмау, кім екен білместен ақ тілегіңді кімге шашып жатырсың? Мәдидің жау екен білсем, басқасын білу маған қажет емес. Кімдегім оның қасы болса менің досым, деді. Текеш ішінің ауруын басу үшін өзен жағасына қарай жортақтай жөнелді. Бүгінгі қымызға саумал қосқансыңдар ма? Немене бұл, деді ол кетіп бара жатып, кейісті дауыспен күңкілдеп. Армысыз жеңеше, деді Мәдиде кердің дауысқа салып. Мұндайда кеудесіне қойылатын қолы бұл сабар артына қарай қайырылып барып жерге тірелді де, мұндайда гүлше майысып иілетін басы шалқая қалды. Оның неге бұлай сіресе қалған Шарапат білген жоқ. Сүйкенгісі келгендігі сортқар әдетімен сиқырлы күлкісін сыңғылдатып. Бауырым-ау, менің жеңеше екенімді қайдан білдің? Мүмкін мен сенің әпкең шығармын. Әзіл сөзім ашырақ шықса айып етпеңіз, әпкелерімнің гөрі кейбір жеңешелеріме көбірек ұқсайсыз. Жеңешелерінің нендей кереметі бар еді? Оларға ұқсайтын менің қай жерім? Шайтандарды да шақыратын көзіңіз ұқсас. Шарапат көзін күлімдете сылқ-сылқ күліп. Жеңешелерінің бәрі бірдей емес шығар, маған ұқсайтын. Әрине, бәрі емес. Тек күйеуін менсінбейтіндері ғана. Мен күйеуімді менсінем. Сонда оларға қалай ұқсаймын? Ең абзалы осы әңгімені мұнан әрі созбағанымыз жөн болар. Не үшін? Оланып барам. Шарапат өзінен өзі қуыстанып, Мәдидің бұл сөзіне не дерін білмей күлкімен аз кідірді де, олы тілін салып алды. Жейтін жеміңді де жеңешелерінің етегінің астынан іздейтін қуысың-ау, мырза, деді өтірік сылқ-сылқ етіп.
Осы кезде тоғайдың арғы бетінен күрең қасқа атын аспанға шапшыта ойнақтатып заузат шыға келді. Ол қылаң атты біреудің қамшының астын алып төпеп келеді. Алдындағы қылаң атқа тиген қамшы өзіне тигенде күрең қасқа ауыздығымен алысып аспанға секіреді. Қанатсыз ұшу қажытты ма қалай, заузат қылаң аттыны алға жіберді, өзі атының басын тежеп кейін қалды. Қылаң атты қауса өтеді. Ол шапқан бойы келе ырғып түсті де түзден жаңа ғана оралған Текештің алдына домалай кетті. Қажеке, келе жатқан әскер бастығы да тағы бір жарлық жіберіпті. Сізге алдымен шығып Ақбұлақтың басынан қарсы алсын. Сол елсіз бұлақтың басында кешке дейін еркін дем алатын болайын депті. Онысы ет пен қымыз ала келсін деген емеуріні болар. Ондай жарлықтың боларын біздің бәйбіше өзінен де бұрын ойлаған, бәрін де сайлаған. Қала көрген жібі түзу жігітсің ғой, осы сапарға мені сен алып бар. Қызметіңізге әрқашанда әзірмін. Тек дұғаңыздан құр тастамасаңыз болады. Саудаласпай әзірлен, жылқыдан жарау боздардың үшеуін алдырда күймеге жеккіз. Құп, тақсыр, тезірек. Қаусат қуаныш ойнаған көзін Мәдиге бір тастатты, арғай жөнелді. Текеш сөзін үзген жоқ. Бәйбіше, сен бағыланың етін тез түсіріп, дегенеге салдырда дастарханға оратқайсың. Басқасын маған білдірмей өзің істей бер. Алдымен мына жолаушыларды сусындандыңдар. Бұлар да менімен бірге жүріп Оязға айтар тілегін алдымен осы келе жатқан батырға айтатын болсын. Тілектері сол жерде қабыл болса қайтып келіп, қонақ ассын жер, қабыл болмаса сол жерден әрі Оязына кете берер. Солай емес пе, мырзалар? Әулелік сөз, деді Мәди басын сәл бір изеп. Өзің көктен тілегені жерден табылатын ақ жолтай жігіт екенсің. Текеш соны айтып үлгіргенше атын желе аяңдатып заузатта жеткен еді. Ол бетінің әр жеріне әдемі мең салып, қарағасын қоюландыра түсіпті. Көзіне қара киізден жасалған көзілдірік, сондықтан оны қазір Қаусаттан басқа жан танитын емес. Көрмегендеріне 2 сағат болған Мәди мен Қанаш та оны тек аты мен киімдерінен ғана танып отыр. Ол отырғандардың ешқайсысына сәлем берместен қамшысын үйре Қаусатқа жақындады. Түгін қалдырмай, шыршырғасын шығармай түгел жеткіздің бе менің әкелген жарлығымды, деп зіркілдеткен дауысы Текештің даусынан бір дем кем емес. Жеткіздім, мырзам. Шырғасын шығармай, бір дамшысын тамызбасын түгел жеткіздім, деп Қаусат оның алдында қоғадай жапырылып гүлше майса қалды. Тек арқама тиген қамшыңызды ғана жасырдым. Оны жеткізсең енді өз бұйрығымды түбіне жеткіз, деді. Заузат шарапақты қадалды. Мына бір қызыл байталға зер салшы. Айғыр ізден құтырған құрты көзінде жұнап тұр ғой. Сол құрты үшін талай еркекті жалмапты ғой, көрдің бе әлде талайларды тонап, талайларды жалмағалы тұрғанын. Соққының астын алып тұншықтырсаңдаршы, ол жалмауыздың құртын, деп шарапатқа тап беріп, ол бақырып барып байына тығылды. Заузат шарапатқа қамшысын бір сілтей сала, сол ұмтылған екпінімен ағып өтіп, шапқан күйі кете барды. Алдағы түннің айқасы немен тынар белгісіз, зәйтеуір әзірлігі осылай ойдағыдай жүріп келеді. Мәди соған іштей қуанышты болса да түксиген түк көрсетіп: «Әй мырза, ол Жандаралдың қазір қайда екенін айта кетші», деді айғайлап. «6 емшектің алдында, 6 емшек, 6 емшек». Оның 6 емшек дегені ит екенін сезіп Мәдидің күлкісі келіп еді, өзін өзі тежеп қалды. Заузат жалт қарап соны айтты да келген жағына қарай шаба жөнелді. Қазір тордан құтылған қырғи секілді, қиырдан қиырға зымырай бергісі келеді. Мәдилерге ергелі белін шешіп бір ұйықтаған емес, сонда да ол қажитын емес. Үстіндегі сәнді киімдерді де жөнді бір шешкен емес. Күрең аттан да көп түсе қойған жоқ. Қаусаттың айырылса да сол екеуінен айырылысы келмегендей құйындатып барады. Текештің көзі есінен адаса телміре қалған шарапатта, шарапаттың көзі Мәдиде, Мәдидің көзі ұзап бара жатқан Заузатта. 6 емшектің ауылын білетін кім бар? Заузаттың сөзі шарапатты байын жерге қуып тыққан еді. Екеуі енді ғана ес жинап, енді ғана демін тарта бастады. Бірақ Мәдидің сұрауына екеуі де жауап бере алған жоқ, өйткені екеуі де әлі есеңгіреп отыр. Шарапаттың шаңдатып бара жатқан Заузатқа қадалған көзі шатынап кетіпті. Зымияндана мырс етіп тісін бір шықыр еткізді. «Бара тұр, кебенек киген көбелек. Жаршысы болмақ түгіл жан серігі болсаң да сол Жандаралдың өзіне шығартарым жаназаңды. Сонда көрерсің менің қандай байтал екенімді». Ол солай тепсіне тістене сөйлеп үйіне қарай беттеп еді. Есі сонда ғана кіргендей қалбаң етіп Текеште түрегелді. Бірақ оның аузына есі саудың сөзі түсе қойған жоқ. Намаз қайда? Құман қайда? Жоған әуре болмаңдар, намазды өзім оқимын дәретті де өзім алам. Сен әзірле, бәрін. Әзірленді, мен не істеймін, немді әзірлеймін, деді шарапат тұра қалып. Бәрінде әзірле, бәрінде күймеге салыңдар, деді. Текеш оның әзіліне түсінбестен үйге кетті. Шарапат тұрып қалды.
Текештің әзірлен деген сөзі кеудесіне бір ұя шайтанды қаптатып жіберіп еді. Жаңа ғана бұрқ сарқ етіп тұрған ашуынан түк қалған жоқ. Бір қолымен үйге сүйене діріл қағып бір адам шегінді де кілем үстінде отырып қалған мәдилерге қарады. Қымбатты меймандар, бір жаманның кесапаты мың жақсыға тиетінін білетін шығарсыздар. Соны ескеріңіздер. Әдептен аттап ашу шақырған кінәмді кешіріп үйге кіріңіздер деді де мәдилер өзіне жақындап келген кезде күбіретті. Қона жатып демалыңыздар, өзгеле жатқан ұрлықты осы ауылдан күтіп алсаңыздар да болар. Қыңсылай ыңырси сөйлеп дауысын қобылтып жіберді. Алғаш амандық сұрасқан кездегі сені сізге айналып сызыла қалыпты. Сіздей асыл жеңгелер жолымызға жұпарын шашып, өзімізге құшағын ашып осылай қасқайып тұрса, біз не дейміз? О, дүние, дүние, ақылға сонда кім ие деп жата береміз де деп Мәди алдынан өте бере бұғағынан қағып қалып еді. Шарапаттың бар денесі бірден балқып сала берді. Тамақтың дәмсін байынан гөрі көңілдесінен сыйлайтын Шарапаттың әдеті еді. Сол әдетін жаңа ғана көрген Мәдике де жұмсады. Жандаралға арналған бағланның бір тегене етін турамастан түгел әкеліп мәдилердің алдына қоя салды. Жұбайымның құрметті мырзасында мәртебелі ұлғына тартарым сізден қалған қалдық болсын. Қолдарыңызды жуыңыздар да тезірек алып жіберіңіздер. Мәди қанша сыпайылық еткісі келсе де сөзді есесіз жібергісі келмейтін әдеті жеңіп кетті. Мүмкін жұбайыңызға да сыйлайтыныңыз әркімпен қалған қалдық болар. Әркім деген сөзді айта көрмеңіз, сіз әркім емессіз. Сонда мен өзімді кім деймін? Кім екеніңізді өзіңізді білерсіз, менің білерім, әйтеуір сіз көптің бірі емессіз. Көптің бірі болмасам да жейтінім көптің бірі болсын. Екеумізге асық жіліктің бірін қалдырыңыз да басқасын жолға әзірлей беріңіз. Неге екенін білмеймін, мен сізді тап бүгін ешкімнен ортақтастырғым келмейді. Қалаған асықты жілігіңізге қосарым жамбас, белдемеге қосарым тіл болсын деді. Шарапат тілді қолына ұстаған күйі құбыла қалды. Қолыма түскен мына тіл өз тіліме бір сөзді орап еді, айтуға батылымның жетпей отырған қараш. Тіл жүректің жаршысы ғана. Өз жүрегіңіздің әмірін орындамасаңыз болмас. Ауызға келген түкірік, қайта жұтқан мәкірік дейтін шариғатты білетін шығарсыз. Әлде қажыңыздың шариғатын тыңдамайтын өжеттігіңіз бар ма еді? Бүгін оның шариғатын қалтама салып қойғым келіп тұр. Менің тілімді дәл қазір байлап тұрған мына жігіт. Бұл жігіттің құлағы саңырау, айта беріңіз. Онысы бір жақсы болды. Біреу келе жатыр, тезірек айтыңыз. Мұның саңырау болған сізге не үшін жақсы? Келетін ұлықты осы ауылдан тоссаңыз да, кешке оралып келіп қонсаңыз да, сыйлайтыным өз тілім. Сыпайылап айтқанда мүмкін дініңізде сыйларсыз. Шарапат Мәдидің бұл сөзінің байыбынан бәрін бағдарлап өз ойындағысын айтып салды. Менің дінім тілімнен қымбат емес деді. Ойнағы көзінің қарашығына дейін дірілдете қалып тұрып Мәдиге қадала қалды. Оның дәл қазіргі қомағай көзіне Мәдидің отты көзі де төтеп бере алған жоқ. Тайқып кетті. Шарапат соның сол сылқ еткен көзінің өзінен ләззат алып, аспанда қалықтаған торғайды арбап түсіре бастаған жыланның рахатындай рахатқа батып отыр еді. Оның ол рахатын сары тегешпен қымыз әкеле жатқан ақ жаулықты келіншек бұзып жіберді. Рахаты бұзылса қасірет тозағынан күміп беретін Шарапат ақ келіншекті көре сала жыланша жиырыла қалды. Тісін қайрай күлімсіреп, мына жерге қоя салды, қаусат қайт, кіші сабаны апарып арбаға салсын, өзіңде көмектес. Құлағыңды бер әкел, оған көмектескен болып сүйкенем деп қажының көзінен түсіп қалма. Ол бүгін ашулы, бар жортқанда жолың болсын. Мәдидің есіне иманның алғашқы махаббатына ие болған бақытты адам түсті де, сол осы ақ келіншек болар деген оймен әрі Шарапатты осы арада бір түйгісі келіп. Келінжан, амансың ба? Мен сізді бір жерде көрген секілдімін деп еді, көзінің қиығын ғана тастап бара жатқан ақ келіншек дір етіп жалт қарады. Жолынан бір тайған адам секемшіл келеді ғой. Келіншектің ақша жүзі қызыл күреңденіп барып лезде сұрланып кетті. Кешіріңіз, мен сізді танымадым деген дауысы да дірленіңкіреп шықты. Мәдидің оны мұнан әрі қинағысы келген жоқ. Сізді кешіріңіз, мен сізді басқа бір адаммен шатастырыппын деді. Келіншектің жүзі қайтадан жайнап сала берді, бірақ бәсе деуден басқа сөз айта алған жоқ. Бір қырымен сызыла басып кете бере есікке жетті де Мәдиге күле қарады. Танымастан тарпа бас салатын ниетіңіз қасқырға ұқсас екен. Ол Мәдидің жауабын күткен жоқ, айтарын айтты да есіктен бір-ақ ырғады. Мәдидің көзі сол ақ келіншек кеткен жақта. Оның сынаптай сырғы білінбейтін жүрісіне көрмесе де қалай кетіп бара жатқанын сезіп отыр. Іштегі күлкісін Мәдидің құлағына жеткізгісі келгендей шолпылары сылдыр қағып алыстап барады. Шолпы сылдыры алыстаған сайын сол ақ келіншектің өз күлкісіне ұқсап барады. Үзіле сылдырлап, үздігі сыңқылдап барып, шолпының үні де өшті. Мәди сонда ғана үн қатты.
бір өзінде 5 әйелдің оты бар бұл неткен жан? Сіздің келініңіз, деді Мәди, өзіне өзі қамыға қалған Шарапатты онан сайын қамықтыра түскісі келіп. Сиқырлы мырза, мені тым ерте қартайтпаңыз, ол менің күндесім. Күндесім болғанда қандай өзіне керектін өгізден де сауғысы келетін. Өзгелеріміз өліп кетседек те аузымызға су тамызғысы келмейтін, өзіңіз айтқандай 5 әйелдің сыбағасын жалғыз өзі жалмағысы келетін. Шарапат кенет өзгеріп, алақанымен аузын баса қойды. Ятай, мені деп кеттім. Сіз мені сиқырлап отырсыз ба? Мені қайда сүйреп барасыз? 10 жыл отасқан байыма айта алмаған сөзді бір көрген сізге айтып отырмын. Жоқ, сіз мені сиқырладыңыз. Әйтпесе жаңа ғана көрген жат кісіге мұнша ақтарылуы мүмкін емес. Ол әйел байғұстардан талай естіген ертегім. Жоқ, бұл ертек емес. Ертек емес екен, өзімді білем, тек әйел байғұстардың жанаса кетсем жанын неліктен жайып салатын білмеймін. Басқа нендей кереметіңіз барын менен басқа байғұстардың не дегенін де білмеймін. Көзіңізде әйелдердің жүрегін өзіне тартатын бір сиқыр бар. Менің білетінім сол ғана. Осы сөзіңіз үшін кешке келіп қонайын. Тек қажыңыз қаттырақ ұйықтайтын болсын. Мәди соны айтқан кезде Шарапаттың көзі жаса орап кетті. Алып ұйқыға жібер десеңіз де жіберейін, деп күрсіне күңк. Мәдидің кешкі айқасы үшін жұмсамақ айласының бір осы еді. Ақыры қалай тынар белгісіз, әзірге беті осылай оралып келеді. Қажы намазын оқып болса, біз мәртебелі ұлығымызды ертерек қарсы алайық. Шарапат сәл ойланып алды да миығынан мырс етті. Ол миығынан күле сөйле, бетіне сұлулықтың бір дөңгелегі үйіріле қалып, даусының әдемі шығатынын өзі де біледі екен. Сол әдемі даусына салып: Кенел-ай, қажың намазын оқып болды ма екен? Білші, деді сыртқы дауыстап. Кенел деген аты жақсы екен, балаңыз ба? Ол жаңағы күндесімнің аты. Сіз кешке қажыны маған ұйықтатып, мені тоқалға ұйықтаттырып жүрмеңіз. Бүгінгі түнді қалай өткізсем де, сізбен өткізуге ант етем. Шыдамым таусылып барады. Мынаны жұмсап жіберіңізші. Шарапаттың таусылған шыдамынан бұрын аңырси шыққан дауысы ызасын келтірді ме, қалай Қанаш өзінің ойнап отырғаны саңыраудың рөл екенін ұмытып кетті. Ол манадан бері жаңағы ақ келіншектің күлімдеген көзінің алдынан кетіре алмай, жаны қайта-қайта күрсінуден болатын. Шарапаттың сұғанақтығы соның бәрін ұмыттырып жіберді де, ол кеудесін кере бір күрсініп: «Эх, иман, иман», деді әдейі Шарапатты шошытқысы келіп. Шарапат оның күткендей ақ ыршып түсті. Мынаның айтып отырған иманы кім? Бір сайқалдың нәпсісіне уланған иман дейтін құрдасы бар еді. Бұл соны ойлап отыр. Нәпсімен уланғаны қалай? Ол ұзақ әңгіме. Сіз аман болсаңыз, сіздің бағыңызға қарай мен аман болсам, кешке бәрін де айтып берем. Әмин дейінші, әмин. Сіздер намаз оқымайсыздар ма? Ұзақ жолды жүргендіктен бар намаздың қазасын кешке төсекте оқитын болып жүргенім. Бүгінгі оқитын намаздарыңыздың бірде-бірін қазаға ұшыратпағайсыз. Менің бүгінгі жай намазым біреу ақ, ол сіздің төсегіңіз. Илахи әмин, деп Мәди бетін сипап еді. Шарапат енді бөгелсе жанып кететіндей, өзін өзі өрттің ішінен алып қашқандай, бірақ ырғып сыртқа шықты. Есік алдына тұра қалып, алқынған жүрегін күшпен басып алды да, алыста келе жатқан биешінің бірін қолмен ымдап шақыртты, үйге қайта кірді. Оның дәл қазіргі жан толқыны жарды соғып, жар тасты да сүзгілейтін толқының өзі секілді. Мүмкін қазіргі кезде қара тасты да мамықпай көретін күйде жүрген Мәдиге солай көрінген болар. Әйтеуір Мәдидің көзіне оның оты лап-лап етеді. Қанаш соны сезіп отыр. Егер Мәдидің қолы тие қалса да, оның денесі ду еткелі лыпылдап тұрғанын да, Мәдидің оның шақпағын шаға түскісі келіп, тегіне толы ет оралған ала дастарханның төрт бұрышын айқастыра байлап отырған Шарапатқа не оймен жақындағанын да сезіп қалды. Мен аттарды әзірлесем қайтеді, деді, қамшысын қолына алып. Шарапат ала көзімен жалт қарады. Сол сөзді мана айтпай енді міңгірлеуін. Ертерек айтқанда не істейтін едіңіз? Сізге намаз оқытатын дедім. Солай ме еді? Солай еді, деп Шарапат аузын тағы керді. Ондай аңқаулығымды кешірерсіз, деп Мәди оның беліне қолын тигізіп еді. Жаңа ғана өзі жабысқалы жаумайғайланып тұрған Шарапат ыршып кетті. Неге екені белгісіз, Мәдидің қолы денесіне өрт салғандай өзін-өзі үйден тағы да ала қашты. Текеш қажы бесін намазын оқып, Жандаралының қолы қанды болуын, Мәдидің қолды болуын тілеп, Құдайына жалбарынып болғанша осындай сырлы күйдің талайы шертіліп жалғасы келесі кешке қарай жол тартып жатты. Үш бозат жегілген күймеде қанғала ойнап әзір тұр. Тегенеге салынып дастарханға оралған бағыланың еті де ыстан кеше ғана шығып, бүгін күнімен сыртына жағылған сүр қазының, сары қымыздың иісімен маңайласқанын мұрнын жаратын қара саба да барып күйменің арт жағынан орын алды. Орамалға жеке-жеке оралып, қол қоржынға сығалған бірнеше шөлмек толы арақ та күйменің қобдиынан орын алды.
Текеш қажы басқаның бәрін көрсе де дәл арақты көрген жоқ, білсе де білген жоқ, өйткені ол қажы ғой. Ол Құдай алдында осы істеп тұрған істерінен есеп беріп тұрғандай мүлгіп біраз тұрды да күймеге жақындады. Тағы да мүлгіп ойға кетті ол. Құдайды емес, мына келе жатқан жандаралын ойлап тұр екен. Әлдегімдер секілді сомпиып сақалымды сапситып жалғыз шыққаным қалай? Тым болмаса сәрсектің неге кертіп шықпаймын? Жоғал әумесір бір қызып алса өзімен билік бермей кетеді. Ол ертең мәди қолға түсе қалса олжалас болудан да тайынбайды. Ертеңгісі өз алдына мына алдынан алып шыққан бір құрметтің иесі бір өзі болып көрінуден де ұялмайды. Ол ма? Ол тоқалдарын мен өлместен бұрын әмеңгер болғысы келіп жүрген найсап, жандаралдың жеңгетайы болып менің тоқалдарымды соның қойнына салудан да ұяла қоймас. Жоқ, ондай жақыннан мынандай бейтаныс жігіттің өзі жақсы. Осы алтын көзді мырзаға жабысайын. Мынау сонау нілдінің бойынан Құдай айдап келген болар. Сырт сипаты мен сөз әлпетіне қарағанда сәрсектей оспадар, ожар емес, парасаты мол, инабатты, тіпті оқыған азамат секілді. Егер мұндай адам менің алдымда құрдай жорғалап тұрса, жандаралдың өзі де майман қақпай ма? Қошысы мұндай Текеш мырзаның өзі қандай екен білу үшін өз тілінде сөйлесер ме еді? Тек оның өзі де көзі де жапақ қақпай ма? Сонда менің төбем көкке жетпей ме? Ендеше мен неге мұны қасыма отырғызып алмайым? Жоқ, қазір емес, мен мұны сайтанмен де сайысқысы келетін мына тоқалдың көзінше төбеме көтерсем, олар мұны бөксесімен көтергісі келіп жындануы мүмкін. Олардың бөксесі жынданса менің сорымның сықырлағаны. Өзіме өзім ондай бәлені басыма тілеп алмас үшін ешқандай сыр бермейтін, ауылдан аулаққа шығайын. Сонан кейін ол іштен соны айтты да: «Я ханнан, я мәннен, я хақ тағала, жолымды оң қара көр» детті. Күйменің төріне сылқ етіп отыра бере, сұқ қолмен іліп тартып бәйбішесін қасына шақырып алды. «Мықырыңды ұстай бересің, ышқырың әлден босап кеткен бе?» деп түсін кенен суытып алды. «Тоқта, сенімен қалжыңдасуға халқым жоқ». Шарапат өз әзілін сонда да айтып қалды. «Халіңіздің жоқ екенін айтпасаңыз да білем, тек оны ана тоқалдарыңызға естірте көрмеңіз. Олардың ышқыры мүлдем босап кеткен секілді. Қысып ұстасаң, сенің уысыңнан шығатын олар жоқ». Шарапат әлі сүйкеніп тұр. «Менің тақымым болмаса, уысым онша мықты емес ау, қажекем. Найсаптана бермей сөз тыңда, найсап. Қонақасың ұлықтардың есінен кетпестей болсын. Ол үшін байлаусыз құлындардың бірін сойғызда етін қойдың сүтіне пісірткейсің. Әй, Қаусат-ау, қайдасың?» Шарапат Текешті тақымдауын әлі қойған жоқ. «Ұлыққа керекті әзірліктің барлығын айттыңыз. Өзіңізге кеше қандай әзірлік керек екенін айтпадыңыз ғой. Найсаптана бермей кеудеңе ұялаған шайтанның барлығын қуып таста. Сенің жасайтын әзірлігің сол. Қажы кершеулеген кеудені шайтандар қайдан кеулесін? Ақырын сөйле, найсап». «Мен найсап болсам да тоқалдардан имандымын. Сондықтан менің мұндай сыбырымды, қылығымды білетін адам ғана ести алады. Бар қылығымды білетін бір ғана өзіңіз екеніңізге иманыңыз кәміл шығар». «Оған иманым кәміл-ау. Бірақ тоқалдар соңғы кезде сенен именбейтін болып барады. Соның себебін біле алмай далмын». «Оның себебі олар сыбағасынан көбірек қағылып жүр ғой. Байқа, тоқалдар сенен ала алмаған өшін бүгін менен алып жүрмесін. Кешке абай бол. Ол жағын алаң болмаңыз, екеуін екі жағыңызға салып беремін де, өзім күзетшіңіз болып босағыңызға жатарым». «А, Қаусатым, келдің бе? Жолдарың болсын, енді тез жүріп кетіңдер енді. Ал тақсырым, жолыңыз болсын. Әмин, әмин». Бұл кезде Қаусат келіп өз орнына орналасқан еді. Текештің әминімен оның шу жануары қатар жарыса шықты. Қалаға баратын қара жол бұл ауылдан 3 шақырымдай жерде еді. Сол жолға барып түскенше жолсыз жермен айдалған күменің өзі Текештің семіз денесін теңселтсе, жетер жолы белгісіз күңгірт үміті ойын текселтіп келеді. Бір ауыр ойдың толқынында тербеліп мәди келеді. Бірақ оның тербеткен ойдың дауылы тым қатты. Ол дауылдың әрбір екпіні сақтан, алдыңда қатер тұр, сақтан деп ызыңдайды. Біресе тілеп алған аурудың емі болмас деп сыбырлайды. Оның ойын Текештің дауысы бөліп жіберді. «Жабалақ мырза, қаласаң атыңды жолдасыңның жетегіне берде, өзің менің қасыма кел». Атамановтың көзіне Текештің етене жақыны болып көріну үшін мәди неден болса да тайынбайтын еді. Сөз қатпастан атынан қарғып түсті де шылбырын Қанаштың қолына ұстата салып, Текештің қасына жетіп барды. «Әміріңізге құлдық тақсыр. Келш, оң тіземді баса келіп отыршы» деп Текеш оң жағынан орын ұсынып, ұсынған орын алақанмен салып қалды. Мәди ұсынған орынға отыра кетіп бір керілді де: «Ух, жанай! Неше күннен бері аттан түспей, қажығанымды айта алмай, иба сақтап келе жатыр ем. Жаным жаңа ғана жай таптау. Көп жасаңыз, бұл жақсылығыңызды да ұмытпаспын.
Базарымыз мезгілсіз тарқап кетпесе, мұның есесін екесе етіп мен де қайтарармын. Текеш бұл сөздердің байыбына бара алған жоқ. Марқая түсіп, маңғаздана кекірейіп: мен сенің өнегөлі атаның баласы, бала азамат екеніңді бір көргенде-ақ білгем. Оқу өнерің қандай? Нан сұрап жерлігім бар. Текеш аңырап қалды. Ол мақаулығын өзі де жасырған жоқ. Мен мұндай сөзге көп түсіне бермеймін. Нан сұрап жеуге жететін оқудың мөлшері қандай болушы еді? Жеті жұрттың тілін білуші едім. Нан сұрап жерлік дегенім сол ғой. Жеті жұрттың? Алыстағы арапты қосқанда 8. Араптың? Мәди араптың бір аятын зуылдата жөнеліп еді. Текеш ере түсті де қалып қойды. Өйткені ол қажы болса да араб тілінен білері таңбасына қарап жаттаған өлі сөздер екен. Мәди аятты мақамына келтіре әдемі айтып шықты да: осының қазақшасын айтып беріңізші деді. Текеш қанша ұялса да өтірік айта алған жоқ. Бізге парыз Алланың сөзін өз қалпында өзгертпей жадымызда сақтау ғой. Алла тағаладың қазақша білмейтін мен де білем, бірақ ол біз секілді алдай білмейді. Біз кімді алдаппыз? Құдайдың өзін алдаймыз. Астапыралла. Сенің тіліңді білеміз, дініңе иілеміз дейміз де, тілін қалай біліп, дініне қалай иілуді білмейміз. Не сөз екенін білу парыз емес екенін жаңа ғана айттым ғой. Естідім, сіз менен не естімек едіңіз? Мен сені орыс тілін білер деп ем. Жеті жұрттың тілін білгенде орыс тілін білмеуің ұят екен. Жаңа айтқан жеті тілдің бірі сол орыс тілі. Солай ма? Оны неге бүгіп отырсың? Сізден қорықтым. Менен неге қорқасың? Діні жаттың тілін білгенім үшін ұрсуыңыз мүмкін. Бәсе, түрсиіп атың орысқа жақын деп Текеш бір түнертте қайта жадырады. Немене мені тілмаш етейін деп бедіңіз? Мына келе жатқан ұлыққа құпия айтатын бір сөзім бар еді. Соны оңашада бір жеткізіп берсең. Оның ертіп келе жатқан өз тілмашы бар шығар. Бола берсін. Оның тілмашы маған тілмаш бола алмайды. Неге? Оның ертіп келе жатқан тілмаш кім екен білеймін. Менің оған айтарым болмайды. Ояз сеніп жіберген тілмашқа сенбей маған сеніңіз әрине мен үшін үлкен абырой. Тек өзіңіз сайлап алған жандаралыңызды шамдандырып алмаңыз. Шамданса шамдана берсін. Ақшаның шаттандырмайтын олығы жоқ. Шаттанған адам шамданбайды. Тек менің айтқанымды жеткізе біл. Қызметіңізге әзірмін. Айтқандарыңызды айнытпастан қырын қырлап, сын сырлап жеткізетініме сеніңіз. Қаусат қаттыр қайдаш. Көркіне көз тоймайтын, көмейінен күй төгілген жастайынан сұңғыла осындай адамды малай орны жұмсап сөзімді сөйлетіп, шүлдірлетіп қойсам, жандаралдың өзі маған жалбан қақпай ма? Текештің ішінен оқып келе жатқан дұғасы осы. Ол соны ойлап марқаюда, марқайған сайын асығуда, асыққан сайын қайда менің ақ бұлағым, қайда менің жандарал тамырым деп шірене шалқаюды. Кенет ол мықшиып бүрісіп қалды. Әй, есімді-ай, қажы емес қатын екенсің ғой деді жүрек сыздап. Айтпасқа берген антыңды ұмытсаң да менен санап тұрып алған 600 сомды қалай ұмыттың екен? Мен елді алдаған жалған қажы болсам, сені 600 сом үшін Құдайдың өзіне алдаған азғын қажы емессің бе? Ол өзінің сол имандас досымен іштей осылай айтысып келе жатты да көзінің қырын Мәдиге тастады. Мынаны қалай сендірсем екен? Мұның көмейін немен бітесем екен? Жаңағы бір кекесінді сөзінен кейін Мәдидің ауыр мұң басты. Ақ сұңқарды қара құзғының жем еткен өмірін еткен бұл сұм едің. Сені лағнет соқсын, тым болмаса мені адаммен аластырмадың ау деді де қалғып келе жатқан Текешке көз тастады. Солай, Текеш мырза, өзің ұры, өзің қажысың. Бірақ сен менің мына келе жатқан жендеттердің алдына тасталған ұлы жемтігім, жолына құрылған қанды қақпанымсың. Егер осы сапар жолым болып олардың қаруын түгел бір сыпырып алсам, оязыңнан бастап талайыңды табаныма салам. Сонда ғана менің кегім кеудемнен кетеді, сонда ғана жанымның жарасы жазылады. Егер бұл үмітім алданған болса, жауыма сермелген жарағым өзімде жаралап жатса қайттым. Ақыл досым-ау, қайдасың? Ашу дейтін дұшпан менде де бар еді. Сол сені менен адастырып кеткен жоқ па? Алға қарай қанат қақта, әміріңді жүрегіме сыбырлаш. Менің ішер ас, киер киім, мінератқа зәуірлігім жоқ. Халқыма қадірсіз емеспін. Ендеше мен өзім отқа не үшін сала берем? Сонда қалай елдің етінен егін егіп, қанынан қала салғысы келетін мына сияқты жалмауыздарға елді тонатып бадыран көз, сен маған тиме, мен саған тимеймін деп жүре беруім керек пе? Онда елімнің ардағын ақтағаным қайсы? Бір ғана ноян мен заузатқа істеген зұлымдығы үшін мына сұмырайды тірі өлі кетпесем, адамдығым қайсы? Бірақ сол адамшылықтың береріне, өзінің барар жер басар тауы қайсы? Әр елдің өз Текеші, өз қақабайы, өз түнекбайы бар. Қайсысын шаба берем?
Ондайлардың жылқысын шауып дәулетін шайқаудан басқа менің қолымнан не келеді? Түнекбайдың не үшін шапқанымды айтып өзінен кешірім сұрап жазған аразымды патшамыздан қабылдаған сияқ мынау екі губернияның жендеттерін соңыма салған аз болғандай қарулы күшін жұмсап отырған губернатордың қылығы мынау. Енді кімге жалынып, кімге жалбарынбақпын? Жоқ, ешкімге де жалынбаймын. Қашан қолға түскенше жауларымның кездескенін жамсата берем. Менің қолымнан бар келері сол ғана. Енді күндіз қажылығымен, түнде ұрлығымен тонайтын мұны жалған қажыны, қанды балақ ұрыны қолға түсірдім. Енді мұны бетіме перде етіп алам да жендеттердің қаруын сапырам. Егер Атаманов менің суретіме қарап отырып танып қойса қайттым, онда бармағымды өмір бойы шайнаумен өткенім ғой. Жоқ, оның тануы мүмкін емес. Ол кезде тебіндеген мұртым ғана болса, қазір қаулап шыққан қара бұйра сақалым бар. Ол кезде инеліктей қатқан бала болсам, қазір балуан денелі балғын жігітпін. Оның тануы мүмкін емес. Тілге бір келтірсе таныса да танымастай етем. Гриша да оны сылқитып самогонмен сілейтіп жіберген шығар. Өзін сілейтпесе де көзіне бір шелек шел құйған болар. Ол бозамен бозартып жіберген көзді мен арғақпен ағарта түсермін. Сонан кейін ол мен түгіл өзін де танымайды. Егер бұл үмітім далаға кетсе, кей қалудың тағы қандай жолы бар? Әлде түн жамылып келіп қапылыста бас салу дұрыс па? Дыбыс беретін иттердің үні өшті. Текештің үйлері түнгі айқасқа қолайлы жерге көшті. Неге мен сонау қабырғасы қаусап жатқан отыншы шалдың екі баласы секілді кегі бір жігіттердің бірнешеуін жинап алып келіп түнде бас салмаймын? Неге мен самалымның кегі үшін үш әйелін бірдей тауға кетіп, мұнан неге тірідей көмбеймін? Әнеугі көш басында берген антым қалай еді? Үш әйелін бірдей тірі жесір етіп еді. Сонда бүгін не істемек болдым екен? Әтек қып жібере ме? Жоқ, оған қолым бармайды. Мына келе жатқан жендеттердің қаруын, мұның қатындарын тартып әкетсем, оның лақабы Оязды күзгі жапырақтай қалтыратады. Ол қалтыраса самалды ұстап отыра алмайды. Тоқта, мен қайда лағып барам? Бұлай етуі қан төгу ғой. Егер қан төгісуге барсам, кісі өлімі болуы сөзсіз. Мен кісі өлтіруге бармаймын. Сондықтан осы қимылым дұрыс. Атаманов тани қалып бас салса, онда амал жоқ. Соның өзін жастана өлермін. Тоқта, осы ойымды тағы да бір екшеп алайыншы. Келе жатқан жауымның саны 7, мына қанды қажымен 8. Біз 5 ақпыз. Біздегі бар қару ортасынан кесілген шолақ 5 атар мен 1 наган ғана. Олардың мұнадан басқасының 7-і де қарулы. 7-інде жапонның бір атқанды 5 атылатын сары ауыз 5 атары. 7-інің де асынғалы сілтеле қалса кескілеп түсіре беретін орыстың көк болат семсері. Соның бәрін көре тұра неге көз жұмам? Тағы да лағып кеттім ау. Егер бұлармен осылай айқаспайтын болсам, жалған атты несіне жамылам? Жапалақ Алдияровтың атына жасалған жалған документті қалтама не үшін салып жүрмін? Осының бәрі соңыма шырақ алып түсіп, екі губернияның жендеттерін соңыма салып қойған Ояздың өзімен айқасу үшін бекінген белдің белбеуі емес пе еді? Енді неге шегінем? Жоқ, шегінбеймін. Қоян болып қаша қажыдым. Азар болса айға шауып мерт болған арыстанның кебін киерім. Өлсем де арыстанша атылып өлем. Солай қанды қолды Қажеке, мен өлсем де сендерді жастанып өлуге бекінтіп сақ болғайсың. Мәдиді теңселткен ой толқыны осы еді. Теңселе тербеліп барып осылай тына қалды. Ал Қаусаттың жан дүниесі астан кестен. Оның алай дүлейлегендігі сонша кейде Текештен гөрі Мәдидің өзімен жауласқысы келеді. Бүгін Заузаттың қабағындағы бір салқындықты көргеннен бері ол кімнің қас, кімнің дос екен біле алмай, Мәдидің Заузаттың ақтығына сене алмай, тіпті Заузаттың саудагерден құтқарылығына да күдіктенген бір сойқан ойы оны мана билеп алған еді. Сонан әлі құтыла алмай келеді. Текеш қор етті де оянып кетті. Ұйқы шіркін ойына келген бір сөзді айтқызбастан бас салған болу керек. Ояна сала Мәдиге қарады. Жабалақ мырза, мен мына келе жатқан мәртебелі ұлыққа сені өзімнің жиенім деп таныстырсам қайтеді? Өзіңіз біліңіз. Мен өз білгемді айтып келем. Сен не дейсің? Сіз олай десеңіз мен қуанам. Бар айтарым сол ғана. Қаусатжан қаттырақ айдашы. Не екен белгісіз, ол бүгін Қаусатты Қаусатжан дегіш болып алды. Малына тиген қамшын өзінің жанына тигендей көретін бұрынғы салтының бір жоқ. Қаусат соны сезгендей божыны толқындата толғай қағып, қамшымен бір-бір тартып өтіп еді. Күймен ала қашқан аттар жер танабын қуырып жіберді. Жер танабын қуырған аттарынан тер шыққан сайын Текештің жаны қуырылып барады. Ол өзінің жаңа ғана қаттырақ айда деген сөзінде ұмытып кетті. Айда, Қаусатжан, айдап қал. Ата-бабаң түсінде көрмеген жылқының қызығын сен тым болмаса өңінде айдап көр. Сіздің айдағаныңыз менің айдағаным, сіздің шайнағаныңыз менің шайнағаным ғой. Бірақ ұлықтан сіздің қорыққаныңыз менің қорыққаным болмайды.
Қаусаттың ойланбастан берген мына жауабына Мәди риза болып қалды. Мынадан бірдеңе шығар деді ішінен. Ал Текеш қажы басқа ойда келе жатыр. Мен неге қорқам деді Қаусаттың жаңағы сөзінен сескене қалып. Кешіккеніңіз үшін ол сіздің жаныңызды жаһаннамға жіберуі мүмкін ғой. Астапыралла, айтпа ондай сұм сөзді. Қорықпаңыз, жаныңыз қалатын болды. Ақбұлақтың аяғындағы тоғайдың шеті көріне бастады. Онда әкең жаңа өлгенде ақ шапқан екенсің. Әкемнің жаназасында шабалған жоқ едім, оның есесін сізден қайтарым келсе кешіріңіз. Сен бұрын сөз білмейтін мақау сияқты едің, тілің шығайын деген екен, балақай. Тілдің шыққаны ештеңе емес ау, діннен шығып кетем бе деп қорқам. Онда жетісерсің. Діннің жетістіргенінде шамалы ғой. Иә ханнан, мәннен мына сөзіңмен тозаққа түстің, найсап, жалбарын тәңіріңе, тез. Қашан заузатым табылғанша, қашан сол заузатымды жоғалтып жіберген дұшпандарым табаныма салғанша ешкімнен де кешірім сұрамаспын. Астапыралла. Жапалақ жанау мынау не деп кетті? Сен ештеңе түсіндің бе? Кімде екен білмеймін, әйтеуір біреудің қанын төкпей тынатын түрі жоқ. Менің түсінгенім сол. Мәдидің бұл сөзі Текештің шымбайына батып кетті, бірақ ол сыр білдірмей жағасын ұстай алып, астапыралла дегеннен басқа сөз айта алған жоқ. Ех, заузат, сен дәл қазір кездесер ме едің деген Қаусаттың сөзі оны мүлдем есеңгіретіп тастады. Заузаттың аты атала қалса Текештің денесі дір-дір етеді, бірақ оны сездірмеу үшін құбылудың алуан түрлі сиқырын жасап келеді. Мәди оның жанын қыса түскізі келгендей, мына жігіттің заузаты кім деп еді? Текештің беті былш еткен жоқ, мұңайған түр көрсетіп момақан бола қалды да. Ол менің қызымдай болып кеткен бір жетім байғұс еді. Жетім болса да аяулы еді, өзі өте көрікті еді. Сол көркіне қызыққан болу керек әлгі Мәди дейтін қарақшы. Оның жетімдігіне қарамастан тауға алып кетіпті. Қаусат шыдай алмай ашумен жалт қарап еді, Мәди тамағын кенеп қалды. Ол үшін қапаланба бауырым. Сен көрген қорлықты мен де көріп, сен кешкен қасіретті мен де кешудем. Қамықпа. Бізге де кезек келер. Сол кезде қорлау менен зорлаудың әкесін біз де көрсетерміз оларға. Мәдидің бұл сөзі Текештің жанын қысып жіберді. Ол ішінен құдайына жалбарынып болғанша бұлар межелі бұлақтың басына жетіп те үлгерді. Бұлардың ақ бұлағы арқаның көзі қайнап, суға атылып жататын әйгілі көк қасқа бұлақтардың бірі екен. Сағасы жасыл құраққа оранып, жарты шақырымдай жердегі жасыл орманды жарып өтетін өзенге барып құятын бұлақ екен. Көк болат түстес мөлдір суының өзі көрінбесе де, сылдыр қаққан күлкісі алыстан естіледі. Мәди көзімен бір шолып өтті де. Орыстар біз секілді кез келген жерге жалпайып отыра кетпейді ғой. Сонау бір сарымсағы самсаған шалғыны қалың жерге таман барып тоқтағайсың. Ол Қаусатқа соны айта салып, күймеден секіріп түсті де, кейінде келе жатқан Қанышқа дауыстады. Аттардың ертеңге дейін су іше алмауы мүмкін ғой. Жақсылап суар да көлеңкенің шөбіне оттат. Сонау бір жалғыз теректің бергі тұсының шөбі шүйгін секілді. Мұндай жердің жыланы қалың болады. Сақ болғайсыңдар. Егер менің сырқатым ұстап қалса, абыржымай алыстан айға шап. Текеш Мәдидің бұл сөзінің бірде-бірінен түсінген жоқ. Бар түсінген сырқатым ұстай қалса деген еді, қажыға дем салдырыңдар демей, алыстан айға шабыңдар дегеніне түсіне алмай аңырап қалды. Маған не бұйырасыз деді Қаусат Қанашқа айтарын айтып болып, күймеге қарай беттеп келе жатқан Мәдиге жылы қарап. Оны менен неге сұрайсың? Қажекеңнің өзінен сұрамайсың ба? Мен осы келе жатқан ұлықты қарсылаудан барлық билігін саған беріп тұрмын. Онда сөз басқа, мұңдасым, сен неме қарап тұрсың? Көк шалғының үстіне қызыл кілемді жайып, оның үстіне сарала көрпені төсемейсің бе? Жастықтарды жантайтпайсың ба? Аттарды доғармайсың ба? Жоқ, мұндай мәртебелі ұлықты қарсы алған арбасы доғарылмайды. Аттарының тамақ бауы ағытылмайды. Кел кілемнің шетінен ұста, әкел көрпемен жастықтарды. Қажеке, сіз мұнда жантая тұрыңыз, бірақ ұйықтап қалмаңыз, қымыз қайда? Оны саздау жерге апарда суланған қаппен бүркеп таста, еттің бетін ашта көлеңкеге қоя тұр. Оны қажыға көрсетпей апарда қоржынымен қоса суға сала тұр. Байға қоржыны құламастай, ішіндегі шынылары сынбастай болсын. Ол үшін жан-жағын тығыздап тікесінен қорғайсың. Бұл шынылар құласы біз де құладық. Екі атын оттатып аулақта тұрған Қанаштың айғайы шықты.